Сәлем, менің құрметті достарым. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сүтті лепешка жасаймыз. Ол үшін біз сүтке су қосамыз, сұйық май қосамыз, жұмыртқа қосамыз, дрож қосамыз, тұз және де қант қосамыз. Осыны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді біз осыған ұн қоса отырып жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей біз қамырымызды илеп алдық. Енді біз бұны жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз біраз көтерілді. Енді біз оны маймен басып аламыз. Енді тағы да жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей достар, ашылған қамырды мен 3 бөлікке бөліп алдым. Достар, мен противенді майдап алдым, және де қамырды ішіне салдым. Енді лепешканың пішінін жасаймыз. Енді біз ортасын белкамен әдемілейміз. Енді оның бетіне жұмыртқа жағамыз. Және де бетіне күнжіт себеміз. Тімен немесе мак себуге де болады. Мінекей достар, біздің сүтті лепешкамыз дайын болды. Бізде негізі 3 тал шыққан болатын, біз біреуін шыдай алмай жеп қойдық. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.